Субханалла. Оның қыры өшіп кетсін оның. Үйге барасың, ананы шешіп қоясың. Сосын ана жаман шалбарды, триконы киесің. Көйлекті бүйтіп қоясың. Қолтығы сасып кеткен, жуылмаған бір жұма көйлегін киіп аласың. Аллаху акбар дейсің. Сонда кім болдың сен? Сен ол киіммен президент емес, сен Алматының әкімінің алдына барыласың ба жаңағы намаз оқып жүрген киіміңмен? Барамайсыздар. Ұяласыз. Құдайдан ұялмаймыз ба сонда? Сіз ойлаңыз, қазір мені жұма, мен Алланың үйіне келе жатырмын. Ақорда емес, бұл Алланың үйі. Одан мың есе артық бұл жер. Акимат емес бұл жер. Бірақ сен Құдайдың үйіне келе жатырсың. Алла Тағала Құранда айтқан, сендер әрбір Алланың үйінде дейді, зейнеттеніңдер деген, яғни таза киініңдер деген. Сондықтан намазға біздің өзіміздің арналған киіміміз болу керек. Тіпті айтады, сен жаңа бір адамды, ғалымдарымыз айтады, бір адамды киіп қарсы алуға ұялған киіммен намаз оқу макрух деген. Мысалы, мен үйде дамбалмен жүрмін. Бір кісі келіп қалды. Ойбай, қой, мынау ұят болады, шешесің да, басқа киініп аласың дейді. Неге сен әлгі киіммен келген адамды қонақ қарсы алуға ұялды? Сен егер дәл сол киіммен сен намаз оқысаң, ол киіммен намаз оқуды макрух деп айтады. Сен Құдайға, Құдайдың құлшылығына жасамау құрметсіздік болып саналады. Сондықтан құрметті бауырлар, бұл намаз бір ермек емес. Қой, намаз оқиық, біраз болды жүргеніме. Жоқ. Бұл құлшылық.